Жалпы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өкілдігі өз баяндамасында заң жобасы аясында негізгі өзгерістер жөнінде атап өтті. Ең негізгісі енгізіліп отырған түзетулер Қазақстан Республикасы мен Еуропа қайта құру және даму банкі арасындағы, сондай-ақ Қазақстан мен түзетулер көрсетілген мемлекеттер арасында ынтымақтастықты нығайтуға ықпал ететін болады. Осылайша олар Еуропа қайта құру және даму банкінің мәлімдеген мақсаттарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының басым мүдделеріне сәйкес келеді. Бүгінгі күнде парламент мәжілісінің барлық комитеттер осы заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді. Заң жобасының қарауы барысында қазақ тіліндегі заң жобасының тақырыбы мен мәтініне қатысты редакциялық сипаттағы 2 түзету келіп түсті. Олар жұмыс тобында мүшелерінің тарапынан қолдау тапты. Осы айтылғандардың негізінде Қаржы бюджет комитеті қарастырылып отырған заң жобасын қабылдау үшін Қазақстан Республикасының парламенті сенатына ұсынуға болады деп санайды. Рахмет назарларыңызға.